Барлығыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ болатын рогаликтің рецептіме бөліспекшімін. Сіздерге видео ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнды електен өткізіп аламыз. Одан кейін қосытқышты қосып, шекер араластырып, барлық құрғақ ингредиенттерді жақсылап араластырып аламыз. Осы қоспаның ішіне майды салып, бір келкі болғанша жақсылап қолмен араластырамыз. Бір келкі болған соң үстіне қаймақ пен жұмыртқа салып қамыр илейміз. Дайын болған қамырды жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Менде осындай 4 бөлік шықты. Әр бөлігін домалақ етіп жайып шығамыз. Мен салмасына маринадан жасалған вареньені салып шықтым. Ештеңе салмай-ақ өзін де орауға болады. Пешке 200 градусқа қызарғанша пісіріп аламыз. Бетіне ештеңе жақпай-ақ қойса болады.